Hello everyone, how are you today? The theme of our lesson, oh my god, where is my passport? Today we speak about past simple and irregular and irregular verbs. Саламатсыздар ма құрметті қатысушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің паспортым қайда? Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз өткен шақ, бұрыс және дұрыс етістіктердің түрлері. Ал құрметті қатысушылар, what is it past simple, yeah? Past simple. Simple. When we use the past simple, we use the past simple for actions that started and finished at a specific time in the past. Yeah? Okay. Біз өткен шақты, яғни біздің іс-әрекетіміздің бәрін өтіп кеткен кезде, өтіп кеткенін айтатын кезде біз өткен шақты қолданамыз. For example, мысалы, айту. Мына жерде so дегеніміз бұрыс етістік болған кезде біз оның екінші формасын қолданамыз. I saw a movie last week. Last week, yeah, өткен аптада мен кино көрдім дейді. Енді біз және де өткен шақта бірнеше іс-әрекетті айтқымыз келген кезде қолданамыз. For example, past simple is used to describe several actions that we completed in the past. Yeah, for example, I finished work, walked to the park, and met my friends. Yeah. Мына жерде сіздер көріп тұрғанда, яғни бірнеше іс-әрекетті біз бірден өткен шақта айтып тұрмыз. Енді қараңыздар, бірінші сөзімізде finished біз ed жалғап отырмыз, себебі бұл дұрыс етістік. Walked бұл дұрыс етістік. Met бұл бұрыс етістік. Яғни біздің кездесу meet деген сөзіміздің өткен шағы met болады. Яғни бірнеше іс-әрекетті біз жазған кезде айтамыз. And we use and the past simple is used to describe a process that started and finished in the past. And we use it specifying time periods such as the whole year or all day. Сонымен қатар біз өткен шақты көбінесе, яғни біз бір периодта, бір уақыттың ішіндегі, яғни істеген процесімізді аламыз. Мысалы, I lived in Italy деп алайық, in Italy whole year, целый год. Бір жыл бойы мен, яғни Италияда тұрдым. Бұл бізде өткен шақта. And how we use the forming, яғни оның формасын біз қалай жасаймыз? Бізге керек ең алдымен I, you, he, she, it, we, you, and they. Енді біз осылармен өткен шақта to be етістігін қолдана аламыз. To be етістігі was жекеше түрде, were көпше түрде, was жекеше түрде. Мінекей жекеше түрдің барлығына was'ды жазып шығайын. Және көпше түрдің барлығында where'ді жазып шығайын. Көпше түрде where болады. To be етістігі болған кезде. Қазір онымен біз мысал келтіреміз. Сонымен қатар бізде ағылшын тілінде have деген етістік бар. Have етістігі өткен шақта, яғни had болып есептеледі, жазылады. Had, яғни had ол барлық жерде had болып жазылады. Барлық жерде had. I had, you had, he had, she had, it had, we had, and they had. Және де do етістігі өткен шақта did. Бұл да барлық жерде did. I did, you did, he did, it did, they did, we did, he, she, it did. Яғни did'тарды жазып шықты. Енді we have affirmative sentences, negative sentences, and question sentences. Ағылшын тілінде болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемнің үш түрі бар. Мен қазір осы үш сөйлемге, яғни бір мысалдан келтіріп берейін. Мысалы, болымды сөйлемді жасау үшін бізге ең бірінші зат есім керек. Бастауышымыз, біздің бастауышымыз бізде есімдіктер.
I played. Давайте енді біз етістікті аламыз. Өткен шақта play етістігі дұрыс етістік болғандықтан біз оған ed жалғаймыз. Және I played football. Ары қарай біз object жазамыз. Football yesterday. Енді біз осы сөйлемді болымсыз түрге айналдырайықшы. Болымсыз түрге айналдыру үшін ең алдымен бізге subject керек. Қосымша етістік did және not, didn't play. Енді біздің бастапқы, өзіміздің основной дейді ғой. Етістігіміз, яғни осы шақта қолданылады. I didn't play football yesterday. Енді біздің сұраулы сөйлем ағылшын тілінде құрау үшін, яғни өте оңай, өте қиын емес шақтарға келген кезде, себебі қосымша етістігіміз біздің есімдіктің алдына шығып кетеді. Did I play football yesterday? Яғни, және сұраулы сөйлемнің белгісін қоямыз. Біз осы арқылы ағылшын тілінде, яғни 3 сөйлемнің түрін жасадық. Мысалы, бұл дұрыс етістікпен. Енді мен сіздерге осының қасына дұрыс етістікпен жазып қойыншы. Мысалы, I thought his family last week дейік, алдыңғы аптада мен оның отбасын көрдім. Енді біз оны болымсыз түрге айландыру үшін қараңыздар. I didn't see, яғни біздің see-іміз осы өзіміздің инфинитив, яғни бастапқы формасына келеді. His family last week деп жазайық, кетейін. Және біздің сұраулы сөйлеміміз үшінші жақта. Did I see his family last week? Яғни осылай біз дұрыс етістікпен және бұрыс етістікпен сөйлем құрадық. Енді сіздерге түсінікті болу үшін біздің жаңағы was немесе were дегенді қайда қолданамыз? Біз was немесе were дегенді бір жерде болғанымызды, кішкентай кезімізде болған нәрсені айтқымыз келгенде қолданамыз. Мысалы, I was in France in June дейікші. Мысалы, мен июнь айында, яғни Францияда болдым. Бұл жерде біздің етістігіміз was етістігі болады, to be етістігімен. Яғни, бүгінгі сабақтың тақырыбы осы past simple, болымды және болымсыз түрі, және етістіктердің дұрыс бұрыс етістіктердің түрлері. Сіздер білесіздер, ағылшын тілінде бұрыс етістікті біз интернет желісінде өте көп, яғни біз сіздердің топтарыңызға жіберсек болады, яғни сіздер сол жерден көріп алыңыздар, сол жерден көріп, соны жаттауға тура келеді. Ал енді сіздер осы нәрсені жазып болған болсаңыздар, мен қазір осыны сақтап қояйын да, ары қарай біз өзіміздің, яғни платформамызға көшейік. Платформамызда үшінші сабақты ашамыз. Where is my passport? Бірінші тыңдалым. Яғни бірінші тыңдалымда біз ашып осы нәрсені тыңдаймыз, аудионы. Мына аудионы тыңдай отырып, яғни келесі 7 сұраққа жауап бересіздер. Осы 7 сұраққа жауап беру үшін мына біреу терезенің ішінде видите ответ деген болады. Соның ішіне өздеріңіздің жауаптарыңызды жазасыздар. 1 немесе 2, 3 деген сияқты, 1, 2, 3 деген сияқты жауаптарыңызды жазып болғаннан кейін, осының ең астында сіздерде отправить на проверку деген шығады. Соны жазып бізге жібересіздер. Оны жасап болғаннан кейін, міне аудионы мына жерден бастаңыздар, тыңдалады. Қанша рет тыңдағыларыңыз келсе, сонша рет тыңдауға болады. Енді келесі біздің тапсырмамыз тыңдалым. Яғни бұл тыңдалым ерекше болып келеді, бұл тест және бұл жерде видео. Міне сіздердің алдыларыңызға видео материал шығады. Осы видео материалдарды қарайсыздар. Видео материалдарды мұқият қарап болғаннан кейін,
оның астында сұрақтар шығады. Яғни мына видеоматериалдар, кейбір видеоматериалдар сіздерге дауысымен болады, кейбір материалдар дауыссыз іс-әрекетін бақылау керек болады. Мінекей біз осы видеоны қарап болғаннан кейін мынандай сұрақтарға жауап береміз, иә? Didn't stop it, stop it, didn't stop it. Яғни дұрыс жауабын осы жерден таңдайсыздар. Мінекей мына жерге бастаңыздар, өздері таңдалады. Және осы сұрақтың бәріне жауап беріп болғаннан кейін ең соңында сіздерде былай шығады. Егер осы сұрақтың 15-іне де дұрыс жауап берген болсаңыздар, тест пройден деп шығады. Ал егер де сіз осы сұрақтың бәріне жауап берген болмасаңыз, я бір сұрағына даже жауап бере алмай қалсаңыз, онда біздің тестіміз не пройден деп шығады, және сіздің осы тестта қанша процент жинағаныңыз шығады. Және сіз бұл тестті 5 мәрте қайталап істесеңіз болады. Оны істеп болғаннан кейін келесі тапсырмаға көшеміз. Яғни келесі тапсырмамыз біздің оқылым болу керек. Оқылым. Яғни оқылымды ашасыздар, осында тест тұрады. Осы текст, осы текстті оқып шығасыздар. Текстті мұқият оқып, аударып болғаннан кейін оның астында тапсырма тұрады. Бұл тапсырмада мысалы сөйлем дұрыс емес берілген. Оның қатесі мына жирный қара әріптермен жазылған, иә? Осы қара әріптермен жазылған сөздер, яғни қате деген сөз. Сол нәрсені тексттан іздейміз. Stuart went to the Alps with his family. Так, Стюартты табамыз. Қайда екен біздің Стюартымыз? Мінекей ол Альпсқа кіммен барыпты? Достарымен барыпты. Яғни мұнда біз his family'дің орнына his friends дегенді таңдап аламыз. Түсінікті, иә? Яғни when cycling дегеніміз дұрыс емес. Осының яғни дұрыс жауабын тауып, мына астына жазамыз. Біріншісі, мысалы, his friends. Екіншісі, осындай дұрыс жауапты. Енді екінші тапсырмамыз сіздерге сөздер берілген. Осы сөздермен сіздер сөйлем құрау керек боласыздар. Яғни бір сөз сөйлем, мінекей мына бір сөзіміз, осыдан бір сөйлем. Мына сөзіміз бір сөйлем. Яғни мына екеуін бір сөйлемде қолдана алмаймыз. Сол себептен әр сөзге бір сөйлемнен құрап шығу керек болады. Ол сұрақ сөйлемдеріңізді мұнда жазып болғаннан кейін, осында отправить на проверку деген шығады. Соны басып, бізге тексеріске жібересіздер. Оны тексеріп болғаннан кейін, келесі бізде жазылым, writing. Яғни, writing тапсырмасы біріншісі оңай. Сіздер өздеріңіз интернет желісінен бұрыс етістіктерді қарап тапсаңыздар болады. Сол бұрыс етістіктің, яғни екінші өткен шақтағы формасын біз осында жазуымыз керек. Go, өткен шағы when. Climb, мысалы, бұл дұрыс етістіктер. Дұрыс етістікпен бұрыс етістіктердің өткен шағындағы формасын жазып шығасыздар. Оны жазып болғаннан кейін, мінекей сіздерде жаңағы тексттарыңыз бойынша осы үш can, be, do, яғни осыларды өткен шақта қойып шығуымыз керек. Ол сіздердің тексттарыңызда бар. Жаңағы оқылымға қайтадан барасыздар, осыны қайтадан бір қарайсыздар, және осыны толықтырасыздар. Үшінші тапсырмамыз біздің, яғни осы өткен шақты біз нақты түсіндік па, түсінген жоқпыз ба, соны жасауымыз керек. Мысалы, бізде бірінші сөйлем тұр, мінекей Marco win. Яғни біз осы сөйлемді, сұраулы сөйлем болғандықтан, біз осы өткен шақтың сұраулы сөйлеміне қоюымыз керек. Not болса, яғни біз болымсыз түріне қоюымыз керек. Егер де бізде сұраулы сөйлем жоқ, ноты жоқ болатын болса, онда міне 6-шы сияқты, біз онда болымды түрде қоямыз. Осыны қойып, яғни осы ішіне жазып болғаннан кейін, келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырмамыз біздің өткен шақты сіздер қалай түсіндіңіздер, түсінбедіңіздер ма? Яғни осының ішінде берілген етістіктерді дұрыс формада қою. Болымды сөйлем, болымсыз сөйлем, және сұраулы сөйлемнің ішіне үш түріне қойып шығуымыз керек. Мысалы, мына жерде 2 summers ago we had, мен жаңа айтып кеттім, have бізде had болады. Себебі have, had өткен шақта міндетті түрде had деп қолданамыз. Енді екінші drive, яғни біз оны
таблицадан қарайсыздар, бар ма таблицада, жоқ па таблицада деп. Егер жоқ болса, яғни онда ол бізде дұрыс етістік болады. Бар болса, онда оның екінші формасын сол жерден ашып қарайсыздар. Бітті. Яғни бұл тапсырманы жасап болғаннан кейін әлдегідей сіздерде отправить на проверку деп шығады, соны жасайсыздар, болды. Келесі бізде speaking, яғни сөйлеу. Ол сөйлеу үшін міне алдыларыңызда суреттер тұр. Осы суреттің біреуін таңдайсыздар. Қайсы сіздерге ұнайды, сол суретті таңдайсыздар. Және таңдалған суретте не көріп тұрсыздар, соны айтасыздар. Оны айтып болғаннан кейін осыны суреттің ішінде не бар, не байқадыңыздар, олар не істеп жатыр, сипаттайсыздар мына суретті. Мысалы, бірінші сурет болса, бұл жерде неше адам бар, бұл қай жерде, адам мүмкін бір жаққа бара жатыр деген сияқты ойларыңызды жинақтап, осындай суретті сипаттайсыздар. Содан кейін осы сурет сіздерге жағымды, не жағымсыз әсер береді ма, соны жауап бересіздер. Осы суретке ат қоясыздар. Және де бұл сурет жаңағы біздің өмірімізден алынған ба, жоқ әлде өмірімізден алынбай фантастика ма деген сияқты сұрақтарға жауап бересіздер. Ол сұрақтар міне астында тұр. Ол кезде микрофонды басып, яғни сұраққа жауап берсеңіз болады. Немесе сіз өзіңіз телефоныңыздағы WhatsApp-ты ашып, сол жерде сұрақтардың бәріне жауап беріп, бір файлмен, мына компьютерден выбрать файл деп, сол файлды жіберсеңіз болады. Яғни бұл сіздердің жеке жұмыстарыңыз осымен аяқталады. Енді келесі тапсырмаларымыз біздің үй жұмысы. Оны үй жұмысына 3 түрі берілген. Бірінші оқылым. Оқылым дегеніміз мына жерге дұрыс формаға қоясыздар. Дұрыс формада қойып болғаннан кейін келесі неге өтеміз? Келесі тапсырмаға өтеміз. Келесі тапсырмамыз бізде 7-ші үй тапсырмасы. Бұл жерде тест. Сіздер мынау сөйлемнің жалғасын дұрыс формадан табасыздар. Оны тауып болғаннан кейін, яғни сіздерде бәрі дұрыс болса, тест пройден деп шығады. Дұрыс болмаса, бізге жаңағы ат келеді. Біз сіздерге тексеріп, дұрыс емес жерлерін айтамыз. Ең соңғысы біздің үй тапсырмамыз мынау жаңағы бірінші орындаған тапсырма. Сіздердің орындаған жаңағы reading. Ал мына екіншісінде сіздер тексттарыңыз, осы тексттарды саласыздар, қарайсыздар, орындайсыздар. Мына астында бір, например, A, 2, B, 3, C деген сияқты, яғни толық сөйлемді жазбай-ақ, осындай әріптермен белгілеп кетесіздер. Үшінші тапсырмамыз бізде жақшаның ішіндегі сөздерді, мінекей етістіктерді дұрыс формада ашуымыз керек. Яғни yesterday, кеше. Болғандықтан біз бұны міндетті түрде өткен шақта қойып шығамыз. Төртінші тапсырмамыз осы сөйлемді толықтырып дұрыс формада қойып шығасыздар. Қай жерде біз past simple'дың, яғни өткен шағында have болса had, play болса played деген сияқты. Енді ең соңғысы мына жерде сіздерге сұрақ берілген. Осы сұрақтарды қолдана отырып, сіздер өздеріңіздің ең соңғы демалыстарыңызды қайда өткіздіңіздер, яғни 15 сөйлемнен тұратын мини эссе жазасыздар. Осы эссені жазып болғаннан кейін отправитті басасыздар. Отправитті басып болғаннан кейін міне видео шығады. Осы видеоны мұқият қарайсыздар. Видеоны мұқият қарап болғаннан кейін оның астында сіздерде тест болады. Бұл тестте сіздер мысалы fill the gap десе, сіз мынау видеоны қарап отырып, мына жерде жетіспейтін сөздерді қойып шығу керексіз. Немесе төртінші сұрақта, яғни ол жерде не болды? What happened to the flight? Сіз дұрыс жауабын осынан таңдайсыз. Видеоны қараған кезде өте мұқият қараңыздар. Себебі осы видеоның іс-әрекеттері, сөйлемдері арқылы барлығы белгілі болады. Сонымен осыны істеп болғаннан кейін ең астында отправить на проверку деп шығады. Ол бізге үй тапсырмасы болып келеді. Және біз оны тексеріп, сіздерге артынша жауап береміз. Енді қараңыздар. Сіздер бұл тапсырманың бәрін орындап болғаннан кейін, күтесіздер. Сіздердің күтулерін күткенде біз сіздерге мұғалімдеріңіз сол тапсырманың дұрыс емес орындалғанын жібереді сіздерге. Және де осы платформаға сіздердің, яғни бір жылға жуық шамасында осы платформаға кіруге
сіздерде рұқсат болады. Сол себептен қазір жақсылап бір ұғып алыңыздар, мысалы келесі кезде жай ғана қайталау үшін. Ал сіздерге сәттілік платформада жұмыс жасауға, үй тапсырмасын орындауға үлкен сәттілік тілейміз. Және сонымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.